Армысыздар, құрметті атыраулық футбол сүйер қауым. Сіздермен бірге Олжас Әбдеш және On Comments шығарылымы. 4 жылда бір қайталанатын құбылыс футболдан әлем чемпионаты басталды. Таяқ жерге тасталды. Биыл біріншілік 20-шы мәрте өткізілмек және мерейлі жасқа келіп отыр. Құттықтаймыз. Әлемнің 32 құрамасы осы байраға биік бәсекеде бағын сынап көреді. Қазір ғаламторда кең талқыланып жатқан осы тақырып аясындағы фотосуреттер мен твиттерді тізіп көрелік. Таң ертеден бастап стадион алдында торсидостардың қуанышты үнін естуге болады. Тұсаукесер ойында Бразилия мен Хорватия ойнасты. Мына фотода бразилиялық футболшылар мен хорваттардың достығы анық көрінеді. Футболдан кейінгі көрініс қалай болар екен? Қазір Сан-Паулу қаласын көріп отырсыздар. Полицейлер көшеге шыққан демонстранттарды қууда. Шерушілер әлем чемпионатына қарсы. Халық кедейлік боғауынан құтыла алмай тұрғанда ақша шашып үлкен ойындар өткізуге түбегейлі қарсылық білдіруде. Зардап шегушілер арасында CNN репортерде болған көрінеді. Біле жүрсеңіз, бразилиялықтар мен хорваттар жақсы қарым-қатынаста. Бұған дейін клубтастар Марсело мен Модрич жиде ауыстырып үлгерген. Алдыңғысы әлем чемпионатының бірінші және автоголдың авторы. Өзі көңілді жігіт. Матч алдындағы бразилиялық үздік үштіктің селфие әлеуметтік желіге салып үлгерді жігіттер. Жігіттерге Рим папасының өзі қолдау білдіріп, жылы лебіздер арнаған. Бразилияда футбол ұшақтан басталады екен. Мынау енді келушілерді қарсылатын кілемше. Назарларыңызда Коринтианс аренасы әлем чемпионатының ашылу салтанатына 1 сағаттан аз уақыт қалды. Питбул, Дженнифер Лопес, Клаудио Лейте әлем чемпионатының әнұраны We Are One композициясын шырқауға дайын. Биылғы чемпионаттың ерекшелігі көп. Салтанатта шубақты мың бұралған сұлуларға емес, арбаға таңылған мүгедек балаға бұйырды. Аяғы ақылды экзоскелетке байланған бала футбол доғын тепті. Чемпионат басталды. Әлем чемпионатына дайындық қалай деген сауалға француздық футболшы Антуан Гризман салмақты жауап берген сияқты. Мына фотодан көріп отырғандарыңыздай Бразилияға ойын приставкасын алып келген екен ол. Ал бразилиялық телекөрермендері Хорватия 1 гол салды деп даурыққан. Мына бейнені көріп қараңыздар. Спорт вардасының тілшісін хорват фанаты бетінен сүйіп алған көрді. Ал қытайлық жанкүйерлер тіптен жалған медициналық анықтама жасатып, $50 қызметте тұтынуда. Өйткені футбол матчтарының уақыты таңға не болмаса түнге келіп тұр екен. Сондықтан жұмыстан бас тартуға тура келеді. Пауло Коэльо тіптен билетім болса да футболды көруге бармаймын деп тас түйін отыр екен үйінде. Оны халықтың әлеуметтік көңіл күйі алаңдатады қазіргі уақытта. The Guardian журналисті Неймарды келе кетіпті. Түріне қарасақ, Неймар бауырымыз әлем чемпионаты басталғанына сенбей отырған сияқты. Йозеф Блаттердің көңіл күйі жақсы енді. Фернандо Лиманы көргесін көңілі көтерілді ме, қалай өзі? Енді мына жерде көріп отырғандарыңыздай Сан-Паулу стадионы толық жөндеуден өтпеген, трибунаны матамен көмкере салған. Салтанаттың аты салтанат бола алмады, алайда біздің Азияда алауы бұдан көріп көркем болдау деймін. Оның өзі енді жеке пікір. Бразилиялықтарда бәрі де минималды болды. Міне Питбул мен Джейло стадион ортасындағы алып допты қақ жара әнұран шырқауда, бірде фонограмма қосып, бірде тірілей әйтеуір айтып шықты. Мына жазуды көтерген жігіттің де ерлігіне таң қалмаса болмайды. Әйеліне әңгімесін бағыттаған, әйелінен кешірім сұрап тұр. Айтуы бойынша ол сүйген бір күнге Бразилия құрамасының ойынына алмастырған. Бізде кешірім сұраймыз мына жігіттің қылығына. Жары ренжіп қалмаған шығар деген ойдамыз бізде. Покемондар мен жапондар келіп, таксимен мексикандықтар жетті әйтеуір. Мен бұл чемпионатта өзі басым итальяндықтарға жанкүйер боламын. Мені қолдап итальяндық басылым La Gazzetta dello Sport күнделікті алқызыл түспен емес, бас мұқабаны көк түспен көмкерген. Рахмет итальяндық футболшылар құрметіне. Мұнан енді өздеріңіз түсініп алыңыздар. Мұқият оқып. Леонардо Ди Каприо осы суретте Оскарға жақын екен. Бразилиялық футболшы Оскарды айтып отырмын. Түннен бері Бразилия Хорватия арасындағы матч кең талқылауға ұшырады. Матчтың есебі 3-1 бразилиялықтардың пайдасына шешілді. Енді бұл матчты қазір талқылап жатқандар бас төрешіні кінәлауда. Бразилияны келеке ететін мынандай мульт пайда болған. Бразилия играет честно деген хештег көбейген. Твиттер қаша орап тұр.
жапондық төреші алаң иелеріне бір бүйрегін бұрған деген сөздер кетіп жатыр. Ал енді бүгін кешке қазіргі әлем чемпиондары Испания құрамасы Голландия құрамасымен кездесу өткізетін болады. Телеэкрандарыңызды қосып отырыңыздар, бірге тамашалайық, бірге талдайық. Көріскенше Sport.ru басылымына алғысымыз шексіз. Сау болыңыздар.